кеткені ма? Жарайсыңдар балалар. Микроб көзге көрінбейтін өте ұсақ тіршілік иесі. Оны біз тәжірибе жүзінде көруіміз керек. Сондықтан зертханаға барып, микробтың не екенін, қайдан шыққанын бірге анықтайық, жарай ма? Ал балалар, зертханамызға қош келдіңдер. Сіздер қойған сұраққа қазір жауап іздейміз. Микроб сөзі қайдан шыққан? Микроб дегеніміз не? Соның барлығын қазір бірге зерттейміз, жарай ма? Микроб сөзі ежелгі тілдерден шыққан. Екі бөліктен құралады. Грек тілінен микроб, ұсақ, өте майда, биос, өмір деген екі сөзден құралып, микроб сөзі шыққан. Микроб сөзі өте ұсақ тіршілік иесі дегенді білдіреді. Микробтар әлемде өте көп табиғатта. Олар көзге мүлдем көрінбейді. Ал балалар, қолыңызға қарайыншы кәне, қолыңызға микробтар көрінеді ме бізге? Жоқ. Микробтар көрінбейді. Олар өте майда тіршілік иесі, бізге көрінбейді. Кәне, қолыңызды мына ақ салфеткеге қояйықшы. Қойдық. Енді қараймыз. Көрінеді ме сіздерге микроб? Жоқ. Көрінбейді. Енді тәжірибе жасап, осы ақ салфетканы суға салып көрейік. Микробтарымыз көрінеді ме екен? Кәне, Ділда, Мерей, аламыз. Салфеткамызды суға салайық, кәне. Көрінеді ме көрейік. Енді қараймыз. Біздің сиқырлы суымызда микробтардың барлығы көрініп тұр, е? Не? Үлкеткіш айнекпен қарасам болады. Микробтар қандай үлкен, е? Я. Мерей, қарап көрді. Көріп тұрсың ба микробтарды? Я, көрдік пе? Міне сиқырлы суымызға салған кезде микробтар көрінді. Ал былай жай көзге микробтар бізге көрінбейді. Микроб барлық жерде бар. Микробтың зиянды микробтар адам ағзасына түрлі аурулар әкеледі. Мысалға, жөтелгенде, түшкіргенде, туылмаған жеміс-жидектер жеген кезде не жұғады бізге? Микроб, микроб арқылы бізге аурулар жұғады, Енді соны біз тәжірибе ретінде қалай микроб арқылы түшкіргенде, жөтелгенде бізге микроб тарайтынын тәжірибе жүзінде көрейік, жарай ма? Апай, микроб қалай таралады? Айтыңызшы. Микроб? Сіздерге түсінікті болды ма? Микроб дегеніміз не? Микроб қайдан таралады? Микроб қалай көбейеді? Барлығы түсінікті ма? Жарайды балалар, осымен біздің зертханаға саяхатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.